Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын, қамыры жұп-жұмсақ, осындай дәмді орама манты даярлайтын боламыз. Өте тез жасалады, әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Біз ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Шұңғыл ыдысымызға 600 грамм ұнымызды салып, 1,5 шай қасық тұзымызды қосамыз. Жақсылап тұзбен ұнымызды араластырамыз және үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. 300 мг жылы суымызды ұнымызға 2 бөлікке бөліп құямыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Бізде орташа қаттылықтағы қамыр шығады. Осы қамырымызды толықтай біріктіріп алғаннан кейін 10 минуттай иінін қандырып илейміз. 10 минуттан кейін қамырымызды жарты сағатқа тынықтыруға қалдырамыз. Қамырымызды тынықтыруға қалдырып, салмасын дайындаймыз. Пияз, картоп, сәбіз, капуста және де фаршты қолдандым. Қалауларыңызға қарай салмасын өзгертсеңіздер болады. Пияздың үстіне тұзын және де бұрышын құрғақ болып кетпес үшін сұйық майымызды қосып, салмамызды араластырып аламыз. Жарты сағаттан кейін тыныққан қамырымызды алып, бір қайтарып 3 бөлікке бөліп, күлшелеп аламыз. Көшелерімізді жұқалап, видеодағыдай етіп жайып аламыз. Толығымен жайып алғаннан кейін бетіне сұйық май жағып шығамыз. Қамырымыздың барлық бөлігіне сұйық май жаққаннан кейін бір тегіс қып салмамызды салып шығамыз. Қатты тығыздамай орамамызды ораймыз. Манты қазанымыздың астына суымызды құйып, жарты уыс тұз салып қайнатамыз. Орамамызды орап алғаннан кейін екі шетін осылай жабамыз. Асты майланған манты қазанымыздың табақтарына орналастырып 45 минут бутап пісіріп аламыз. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.